Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Қаз тұтыну одағы университетінің студенті Ескендір мырза. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Сіз қай тілдерді білесіз? Менің білетін тілдерім ол қазақ тілі, орыс, ағылшын, испан, түрік, неміс, итальян және словак тілдері. Яғни 8 тілді білесіз, иә? Яғни 8 тілде дұрыс. Жақсы, ең алғаш үйренген шет тіліңіз қайсы? Ең алғаш үйренген шет тілім ол ағылшын тілі. Не себепті дәл сол тілді таңдадыңыз? Ағылшын тілі енді жауабы өзі белгілі шығар. Ағылшын тілі ол халықаралық тіл болғандықтан және де маған колледжге түсу керек болған. Сол себептен мен ағылшын тілін біліп барып түсуім керек болды. Сол себептен мен ағылшын тілінің курстарына жазылып, солай жарты жылда ағылшын тілін еркіндікке жеткізіп үйреніп алдым. Жақсы. Демек, кәсібіңізге қатысы бар, иә, ағылшын тілі? Әлбетте. Мамандығыңыз? Мамандығым аудармашы және де мұғалім болып та істей аламын. Жақсы. Ағылшын тіліне шет тілден берілсе, демек? Иә, шет тілдерінен сабақ беремін. Адамдарға нөлден бастап үйретемін. Жақсы. Қалған тілдерді қалай үйреніп бастадыңыз? Мен ағылшын тілінен кейін өздігім оқи бастадым. Испан тілінен бастап, ағылшын тілін меңгергеннен кейін мен еуропалық тілдерді нақты қалай үйрену керек екенін өзім түсіндім. Сол ақырында мен тек әлеуметтік желілер арқылы YouTube, Google, ол жақта ВКонтакте, ВКонтакте трендте болған, Instagram сияқты әлеуметтік желілер арқылы үйрене бастадым. Жақсы, ал өзіңіз қолданатын бір әдістеріңіз бар ма? Бөлісе кетсеңіз. Нақты бұл мен үшін өте қиын сұрақ. Өйткені әр тілдің мысалы өзінің ерекшелігі бар. Мен айтқандай, мен ғаламторда бәрін іздеп табам. Және кей тілдердің мысалы кей тілдер жайында ақпарат болмауы мүмкін. Сондықтан енді нақты айта кететін әдісім ол мобильді қосымша, әлеуметтік желілер арқылы шетел адамдарын тауып алып, солармен тілдесіп, тілді дамыту. Яғни сөйлесесіз, иә? Яғни сөйлесу. Жақсы, шетелдік достарыңыз бар ма? Шетелдік достарым, олар енді достарым деп айта алмаймын, таныстарым деп айтсам болады. Олар көп, әлемнің түкпір-түкпірінен таныстарым бар. Жақсы, Ескендір мырза, болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Шынымды айтсам, мен қызығушылық танытып жатқан тілдер өте көп, бірақ әрине нақты жоспарлап жатқан ол кең таралған тілдер. Мен білмейтін, оның ішінде Қытай, араб, жапон, кәріс, мүмкін индонез тілі, өйткені 300 миллионға жуық адам ол тілде сөйлеседі. Жақсы, яғни көп қолданыста, көп халық сөйлейтін мемлекеттік халықаралық тілдерді меңгеру. Ең бастысы қазір жоспарда кең таралған тілдерді меңгеру. Жақсы, Ескендір мырза, 8 тілді білесіз. Осы тілдерде сөйлейтін мемлекеттерге барып саяхаттап көргіңіз келе ме? Әрине, саяхаттап көргім келеді. Онда мен не үшін барды меңгердім десем деген сұрақ қоюға болады ғой. Ең бастысы мен испан тілін меңгерген болатынмын. Мен испан тілін бұрыннан бері айтып келе жатқандай Мадридке барам деген арманмен испан тілін оқи бастаған болатынмын. Бірақ одан әрі мысалы испан тілі әлемнің екінші тілі болғандықтан ана тілі ретінде адамдар санайтын рейтингке қарайтын болсақ, испан тілі Қытай тілінен кейін екінші орында. Испан тілінде көбінесе сөйлейтін мемлекеттер ол Латын Америкада, мүмкін білесіздер, ол мемлекеттер мені өте қатты қызықтырады. Сол барғым келсе, әсіресе осы басқа құрлықта орналасқан елдерге барғым келуші еді. Жақсы. Болашақта көбірек саяхаттап, қызығушылығыңыздар мен қарай дамытуыңыз келеді. Жақсы, тіл үйренудің қызық және де қиын тұстарымен бөліссеңіз. Тіл үйренудің қызық жақтарын айтатын болсам, ол әрине сол тілде еркін сөйлеу, және де сол тілде сөйлейтін адамдармен тілдесу. Өйткені сол кісілермен тілдескенде арамызда сыйластық пайда болады. Сыйластықтан ары қарай мүмкін достық пайда болады. Бір-бірімізге сенуіміз артады. Олар маған өз
мүмкін бауырындай, өз досындай, туғанындай қарай бастайды. Мысал ретінде алатын болсақ, Қазақстанға келіп, егер бір шетелдің адамы қазақша сайрап тұрса, біз де оған сыйластықпен қараймыз ғой, қуанып. Енді басқа халықтар да сондай жағдайда дәл біздегідей қабылдайды. Сол, ал қиын жақтарына келетін болсақ, ол әрине мүмкін әр мемлекеттің, әр тіпті аймақтың өзінің акценті болады. Мысалы, мен нақты стандартты испан тілін меңгерсем, Кубада мүмкін ол сөздерді басқаша айтады. Және де сол акцентке бірінші үйрену керек солармен тілдесу үшін. Жалпы сол. Жақсы, сіз көбінесе тілдесем дедіңіз, өзге ұлттың адамдармен, басқа тілдегі адамдармен практика үшін сөйлесем дедіңіз. Қандай мобильді қосымшаларды қолданасыз? Мен айта кеткендей, ол YouTube, Google, немесе кез келген браузерлік қосымша. Ал сөйлесу үшін? Сөйлесу үшін қолданатыным ол Tandem, және де бұрындары чат-рулеткалар болатын, Omegle, Omi TV деген сол жерлерде отыратынмын. Сол жерлерде адамдарды тауып тілдесетінмін. Жақсы. Ал тіл үйрену барысындағы ең басты нәрсе не үшін? Тіл үйрену үшін әрине ең бірінші керегі ниет, сонымен қатар әрине қызығушылық ең бірінші орында, және де мүмкін ең бастыларының бірі ол еңбекқорлық. Оны үзбей оқу, күн сайын бірдеңені қайталау, сол тілде сөйлесіп жүру, оны ұмытпауға тырысу, жалпы керек нәрселер осы. Ең бастылары. Ең басты қажетті нәрселердің осы. Жақсы, өзіңіз күнделікті осы тілді меңгеруге, немесе тілді әрмен қарай дамытуға қанша уақытыңызды жұмсайсыз? Мен нақты уақытты белгілемеймін. Мен өз көңіл күйіме қараймын. Мысалы, бір күнде 10 минут бөлу мүмкін, бір күнде 1 сағат. Ол менің көңіл күйіме байланысты десем болады. Нақты бір темір тәртіппен үйренетін ережем жоқ, тәртібім жоқ. Жақсы, ал осы жаңа тілді меңгеру барысында сол елдің мәдениетін зерттейсіз бе? Мәдениетін зерттеймін дегенде әрине. Ол мемлекеттің тек қана мәдениетін ғана емес, сонымен қатар экономикасын, геосаяси жағдайын зерттеймін. Өйткені ол тілді меңгергенмен бағалау керек. Мен ол тілдерді меңгергенмен менде қандай мүмкіндіктер ашылады. Ең бірінші көңіл аударатын ол осы жерге. Жақсы. Өзіңіз білетін тілдерде жастарға, тіл үйренушілерге мотивация беріп кетсеңіз? Тіл үйренудің пайдасы зор. Онымен сіз көптеген мүмкіндіктерге ие боласыз. Бірақ та айта кететінім, ең бірінші орынға өз ана тілдеріңізді қойыңыздар. Испанша айтайын, Aprenden idiomas porque usted puede recibir muchas oportunidades para tener éxito y claro, sobre todo, no hay que olvidar su idioma, su madrelengua porque la madrelengua es lo importante. Және де итальянша айта кетсем сол сөздер. Inoltre non se dimentichi la vostra madrelingua perché la madrelingua è più importante. 8 тіл білесіз өзіңіз, бір тілді бір тілмен шатастырып алатын кездеріңіз бола ма? Жоқ, ондай кездер менде әлі болған жоқ. Мысалы, мен аудармашы болып істеймін, ағылшыннан испан тіліне аударған кездерім болды, испаннан неміс тіліне аударатын кездерім болды. Ондай жағдай менде әлі болып көрмеген. Демек, әр тілдің өз ерекшелігін білесіз деген сияқты, Дәл солай. Жақсы, жауабыңызға қатысқаныңызға рахмет, шынды жауап бергеніңізге рахмет. Қош сау болыңыз, көрермен. Сау болыңыздар.